Казахстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп, qfutbol.kz-те қосылып, футзалды тамашала. Қайырлы күн қадірменді көрермендер. Футзалдан Қазақстан Олимпиада чемпионаты одан ары қарай жалғасын табуда. Біз сіздермен кезекті ойындарын көретін боламыз. Бұл сенбіде 7-ші тур аясында Алматыда Садул Арена спорт кешенінде біз Алматы Қайраты мен Рудныйдың Аят командаларының арасындағы матчты тамашалайтын боламыз. Қызықты ойын болу керек. Аят кестесінде дәл қазір сәтте лидерлердің бірдесіп айтсам сенесіздер. Рөлі өте ерекше. Ойын басталды. Алғашқы құрам Денис қақпада Қайратта, Эдсон 6-ші нөмірде, Жахангир Рашид 7-ші нөмірде, Денер 10-ші нөмірде және 24-ші нөмірде Ариетта. Осы бестік алаңында алғашқы минуттардан қараңыздар Ден өте бір қызықты ойын күтетін боламыз. Әрине Қайрат командасы амбициясын көрсететін болса, уақытта көрдік. Оны орындаған Ариетта болады. Қайрат қақпасының маңында қауіп сәт туындады. Міне көріп отырғандарыңыздай 6 минут артта қалды бірінші таймның. Кезекті шабуыл және жақсы соққы Жулия Занотта тарапынан. Не болды? Бермейді, оңайшылықпен бермейді, бірақ мынау енді өте өрескел қателік. Бұл жерде гол соғу керек. Қайрат командасының ойыншылары қандай жата жастана жүріпті. Қорғаныс болды. Ары қарай төрешінің ысқырған қақпаша шабуыл деп тоқтатты ма онда? Қандай мүмкіндік болды Қайрат командасында, ойын қыза бастады. Тағы да сол серияны қайталаған болатын. Сол бір стильді шабуылды алыспағана да ойыншыға доп. Және тамашасы! Әдемі қақпаға дәл барды. Бұл Кая Руиздің аяғының сыртына тиіп кетті ма? Кая Руиз әдейі солай жасады ма білмеймін. Мына жерде тәртіп бұзылған жоқ дейді. Демек ойнай беруге болады Қайрат ойыншыларына. Оң жақпен шабуыл, қақпашы алдыға шықты. Бос қақпа, қорғаушылар бар. Ары қарай Леандерсон, оралды. Леандерсон Бразилиялық оралды. Демек Аятта бәрі дұрыс деген сөз. Ондай қысым міне керемет мүмкіндік қазір. Мына жерде гол соғады. Дәл солай матчтың 15-ші минуты өтіп жатқан сәтте Қайрат командасы Леандерсонның қателігінен кейін гол соқты. Голдың авторы Денер Родриго. 1-0. Өтуде кеулері. Келешектер, жас балалармен трибунада. Доп қақпа бағанасына тиді. Бұл жерде жақсы шабуыл болды Қайрат командасы тарапынан. 11-ші нөмірдегі бұл Жулия Занотта болатын. Денис шабуылға араласуда қорықпай және мына тамаша гол соғатын мүмкіндік және гол. Екінші таймдағы алғашқы шабуылы Қайраттың және Кевин. Көріп отырмыз. Рашид. Тамаша мүмкіндік. Ай, жас ойыншы Дамир Қайырбайда керемет мүмкіндік болған еді. Өте жақсы керемет мүмкіндік болатын. Тағы да үшінші гол соғатын Занотта. Жоқ, Кая Руиздің дубль жасауға мүмкіндігі тағы да Жүйді қайтпайды қараңыздар. Әдемі Оразовтың соққысын қақпашы қайтарды Қайырбай. Не болды? Домалаң сыртына шығып кетті ма? Қайратты қарымта шабуыл басталды. Өте жақсы Дуглас. Өте әдемі Дуглас дей беремін. Бұл тамаша гол қадірменді көрермендер. Есеп 3-0. Және түбінде кейін Ариетта дублін жасады. Эдсон. Нәтижелі пас берді. Ариетта гол соқты. 3-0. Ол жоқта әрине Қайрат басқаша жағдай. Мен әңгімені бастағаным осы бір жігітке байланысты болды ғой. Қазір жоқ. Төрешінің ысқырығы тәртіп бұзды дейді. Егер тәртіп бұзылса бұл 4-ші гол болады.
Рындин алаңда отыр. Ескерту қағазы Дугласқа мінез танытқаны үшін. Міне, тағы бір мүмкіндік, және бұл 4-0. 4-0 қадірменді көрермендер. Бұл жолы енді гол соққан тағы да дубль болу керек. 13 нөмірдегі Донер Родриго, дубль. Тағы да қаттыран қиыс кетті. Бірден Қайраттың шабуылы өтті. Жоқ, өте жақсы. Пас болу керек еді, түбінде қараңыздар. Қателік орын алды, және Ариеттадан хет-трик. Ариеттадан хет-трик есе 5-0 қадірмен көрермендер. Қайрат класс көрсетуде бұл матчта. Әрине, тұлға болады. Жалпы Семей көрсетіп берді ғой. Мұнан қараңыздар, не істеп жүр, бір ойыншы екірес соққы жасады. Бұрыстамады ол болады. 5 минут 14 секунд. Қайрат 5 минут жасады. Енді тәртіп бұзуға болмайды. Бірақ все уақыт тымаз, міне 6-шы гол соғатын мүмкінді. Тағы да қателіктерден, сериялы қателіктерден кейін бұл жолы хет-трик жасады. 5-0. Қайрат командасы 7-ші турда аяқта тасталқан етіп ұтты. Бұл командалар ертең тағы да Саду Аренада екінші матчтарын өткізетін болады. Бұдан да қызықты ойын, бұдан да бұған қарағанда бәсекеге төзе. Қазақстан футзалының барлық матчын тікелей эфирде qfutbol.kz сайтында тегін көр. Smart TV немесе смартфоныңа қосымшаны жүктеп qfutbol.kz-ге қосылып, футзалды тамашала.